Сахаба дегенimiz біздің қазақ тілінде сахаба деп айтылып жүр. Алайда негізгі дұрысы сахаби деп айтылуы. Себебі сахаба деп айтсаңыз көпше мағына білдіреді. Яғни сахабалар деп айтудың қажеті, сахаба деген сөздің өзі арабша көпше түрде. Алайда біздің тілімізге осылай еніп кеткен. Бірақ ғылыми тұрғыдан дұрысы сахаби деп айту. Сахаби дегеніміз кім? Жалпы біздің ғалымдар арасында көптеген анықтамалар, бірақ көптеген анықтама бар. Бірақ ең дұрыс анықтаманы Ибн Хажар Асқалани рахимахулла берген. Ол кісінің айтуы бойынша сахаба деген пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды бір сәтте болса жолыққан, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бір сәтте болса жолыққан, иман келтірген және сол иманмен дүниеден өткен адам. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көрген деп айтсаңыз қате шығады, себебі көрген адамдардың саны көп. Оны көрген кәпірлер де бар, мұнафықтар да бар, тағы басқалар да бар. Пайғамбарды көрген адам деп айту қате анықтама. Сонымен қатар көзімен көрген деп те айту қате пікір. Себебі қате анықтама. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көзі көрмеген соқыр сахабалар да бар. Радиаллаху анхум. Алла оларға разы болсын. Осы анықтамалардың ішіндегі ең дұрысы Ибн Хажар Асқалани рахимахулланың анықтамасы.